Ассалаумағалейкум достар, құрметті бокс сүйер қауым. Қазақстан ұлттық құрама командасының бас бапкері Мырзағали Құланұлы Ташкентте өтетін әлем чемпионатының алдындағы дайындық жайлы айтып берді. Енді ақырғы оқу-жаттығу жиынымыз әлем чемпионатының алдында Түркістан облысында өтеді, Алматы спорт базасында. Ол жерде енді біріккен оқу-жаттығу жиыны болады. Кейбір елдер үлгерсе, Австралия, Филиппин сияқты елдерде келеміз деп отыр. Одан бөлек Армения, Тәжікстан елдері кеп бізбен біріккен оқу-жаттығу жиын өткізеді. Сол ақырғы оқу-жаттығу жиынында арнайы жаңағы шеберлікке, тактикаға мән береміз. Сол жерден 29 сәуірде аттанамыз Ташкентке. Ал енді 30 күні жеребе болады. 1 мамырдан 14 мамыр аралығында әлем чемпионатына бокстан ұлттық құрама команда қатысады. Ал енді осы оқу-жаттығу жиынының орталарында жарысқа қатысатын жігіттердің тізімін айтамыз. Қазақстандық кәсіпқой боксшы WBO International чемпионы Мейір Нұрсұлтанов 15 сәуірде жеңіліп көрмеген жапониялық Кадзуто Такесаконы жеңгеннен кейін өзінің WBO тұжырымы бойынша International белбеуін қорғап қалған болатын. Осы жекпе-жектің нәтижесі The Ring журналы бойынша жаңартылған рейтингте Мейір 10 орыннан 8 орынға көтерілді. Және де Boxrec сайтында да үздік 10 боксшының 6 орнын қорытындылаған болатын. WBO-ның толыққан чемпионы қазақстандық Жәнібек Әлімханұлының алдына шыққан Мейірім алдағы уақытта үлкен жекпе-жектер өткізетіні сөзсіз. Бүгінгі күнде Мейірімде ең үлкен мүмкіндік IBF тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағына таласу. Және де WBC тұжырымы бойынша да әлем чемпионы атағына таласу мүмкіндігі келіп қалуы әбден мүмкін. Себебі ол тұжырымда да Мейірімнің позициясы өте жоғары. Бауырымызға сәттілік тілейміз. Жақын күндері 79-да 400 грамм салмақ дәрежесі бойынша абсолютті чемпионды анықтау жекпе-жегі, яғни Артур Бейтербиев пен Дмитрий Бивол арасындағы кездесуді талқылап жатқанын естіген боларсыздар. Осыған байланысты WBC тұжырымы бойынша президенті Маурисио Сулейман өзінің пікірін қалдырған болатын. Бұл кездесуге біздің тұжырым өз санкциясын бермейді. Егер Украинада бокс жоқ болса, Ресейде де бокс болмайды деген ұранмен жауап берген екен. Сондықтан да егер де бұл жекпе-жек болған жағдайдың өзінде де абсолютті чемпион емес. Расында ол WBC тұжырымысыз өтетіні анық болды. Бұл жағдайдан кейін екі боксшыға да бір-бірімен бокстасу қызық емес екені сөзсіз. Себебі олар абсолютті чемпионды анықтау мақсатында ғана жұдырықтасқысы келген болатын. Ендеше Бейтербиев өзінің міндетті үміткері британиялық Каллум Смитке қарсы жекпе-жекке шығатын болса, ал Бивол қыркүйек айында Канеломен өтетін қарымта кездесуді күтетін болады. Мінекей достар, қазақ бокс жасасын, жеңісті күндер көп болсын. Баршаңызға сәттілік.